Менің есімім Алибеков Абзал Қалдыбайұлы. 700 бе или 5 жылда, жоқ, одан көп, 5 жылда 2000-нен аса. Бұл қазіргі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлымен түскен суретіміз. Бұл Түркістан қаласында біздің мектепті ең мықты мектеп деп облыстағы бір филиалдан кемі 1,5-2 миллион оборот болады. бір филиалдан? Бір филиалдан. 2022 жыл әлі аяқталған жоқ, бірақ соның өзінде біз 107 миллион оборот жасадық. Бір жылға бар. Бір жылға. Енді бізде болды рекорд 3 айдың ішінде өзінің ақшасын қайтарып алды. Тоже видеосын жібереміз сізге. 3 айдың ішінде ақшасын қайтарып алды. Ары қарай өзінің табысы үшін жұмыс істеді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл кәсіпкер құпиясы каналы. Мен Нұржан Исаев. Бүгін біз керемет бір бизнеспен танысуға келген едік. Жалпы бизнес және де қазір жаңағыдай балалардың тәрбиесінен, жаңағыдай психология және де қазіргі заманда робот дамыған кез. Қазір робототехника деген керемет бір сабақ шыққан. Қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Сонымен бүгін біз осы Абзал деген бауырымызбен танысуға келген едік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, жалпы бұл робототехникаға қалай келдіңіз? Менің есімім Алибеков Абзал Қалдыбайұлы. Мен ұстазбын, одан кейін кәсіпкермін. Жалпы өзім мамандығымда информатика пәнінің мұғалімі. Көкшетау қаласында осы мамандықты оқыдым, сүйіп оқыдым, оқушылармен жұмыс істеген ұнады. Одан кейін Алматы қаласында жұмысқа бардым, мұғалім болып, қарапайым мектепке кіріп, мұғалім болып жұмысқа кірдім. Сол Алматы қаласында мықты бір мектептерде жүріп, осы робототехниканы басқа оқушылар жасаған, көріп, робот жасаған, көріп өте қатты қызықтым. Жұмысқа сұрандым, үйрендім, көрдім. Сосын Шымкент қаласына келіп, осы оқу орталықты аштым. Жалпы 2017 жылы. Өзіңіз бір жерде оқып, жаңағыдай алып келдіңіз ғой жалпы? Оқығанда мен кәдімгідей сертификат алып оқыған жоқпын. Өзім самоучка дейді ғой, шайтқан кезде өзім үйрендім. Қызығып, өзім қызығушылығыммен үйрендім. Жалпы ол өте қызықты, өйткені мына роботты құрастырған кезде уақыттың қалай тез өткенін байқалмайды. Бала түгіл, үлкен адамның өзі қатты кірісіп кетеді да, роботқа ана программаны жазу барысында өте қатты миы дамиды ғой шайтқан кезде. Офистеріңіз қай жерде, адрес? Бізде Шымкентте 3 адрес бар. Байтұрсынов көшесі 88В, онкологияға қарама-қарсы даму деген ғимарат. Одан кейін Нұрсатта, одан кейін оқушылар сарайында. Біз қазір дәл Байтұрсынованың бойындағы орналасқан бас филиалдамыз. Бізде 501-ші кабинет ата-аналарды қабылдау, балалармен жұмыс істеу, ата-аналармен жұмыс істеу кабинеті, және де өзіміздің командамызбен міндетті түрде біз жиналыстар, жаңағыдай 5-минутный жиналыстар, өзіміздің ойындарымызды ойнап отырамыз, былайша айтқан кезде. Апталық нетворкинг жасап отырамыз, жоспарлар жазып отырамыз. Апталық жоспарлар. Былайша айтқан кезде, енді ішіміз пысқан кезде осы кабинетке барып, белгілі бір жақсы дүниелермен айналысамыз. Сіздерде тек қана онлайн ба или офлайнда бар ма? Бізде офлайн, онлайн да бар. Онлайн ол оқушыларға емес, ол онлайн мұғалімдерге, үлкен кісілерге арналған курс. Басқа қаладан да бізге келіп оқиды. Мысалы, мен жарысқа қатысайын деп едім, мен осы роботтың программасын білмей жатырмын, мен үйретші дейді. Мұғалімдер де бізден оқи береді. Қазір балдар негізі құрастырып жатқан роботтар бар ма, көрсек? Әрине, жүріңіздер. Балдарға оның плюс жағын, минус жағын айтып кетсеңіз. Мысалы, робототехника ішіне не кіреді? Информатика жаңағыдай, математика дегендей. Жалпы робототехниканың негізгі балаға пайдасы, ол негізі қанша жастан бастап қабылданады деген сұрақтан бастайық. Және не үшін керек деген нәрседен бастап көрейік. Жалпы қазіргі балалар енді ерекше балалар. Қазір 3-ші поколение, Z поколение дейді. Балалар қатты телефон ойындарына тәуелді былайша айтқан кезде. Мысалы, көп мен зерттеу жүргіздім, 10 таныс үйден сұрадым, өзімнің туысқандарымнан, аға әпкелерімнен сұрадым. Үйде бала телефон ойнай ма? 10 семьяның 7-еуі деп жауап берді. Тәуелді, ол телефон ойнайды, таңертеңнен кешке шейін телефон, тамаққа қарамайды, сабақ оқымайды, телефон ойнайды.
көзді ашқаннан бері сразу телефонға Иә, қарайсыз ба? өйткені телефондағы ойындар өте қызықты. Телефонның ішіндегі ойындар белгілі бір деңгейлерден тұрады. Оған бір деңгейді өткеннен кейін оған мадақтама береді, грамота береді, может быть, там униформа береді, мықты жаңағы автомат береді. Қызық деңгей, красочный, әдемі, түрлі түсті. Ал мектептегі сабақтар қандай? Ол математика жазады, Только теория. теория жазады, еседі, ойланады, миын напрягать ету керек. Ойын жоқ бұл жерде. Ойын технологиясы қолданбайды мектептің мысалы. Ал енді робототехника осы ойынның барлық қызықтарымен мектептегі мықты білімді екеуін қосып, ұштастырып, мықты бір технология шыққан. Ол робототехника курсы бала ойын түрінде математика, физика, информатиканы ойын түрінде үйренеді. Программированияны, IT-ға деген қызығушылық ашылады. Өйткені оның алдында нақты бір тапсырма тұрады, сол роботты құрастыру барысында түрлі қиындықтарға кездеседі. Шыдамдылық керек болады. Мысалы, баланың зейінінің шоғырлануы өте қазір маңызды. Өйткені қазір TikTok-тың мысалы өзінде 15 секундтық видеолар бар ғой. 15 секундтық видеоларды көреді, и вниманиясы қысқарып қалған. Зейін бір жерде ұзақ уақыт шоғырланамайды үлкен адамдардың өзі. Балада сол робототехника осы қасиетті өте қатты дамытады. Потому что 1,5 сағат бойы роботты құрастыру керек. Бір жерден қате кететін болса, ол робот жүрмей қалады деген сөз да. Сондықтан да енді әр өзінің жас ерекшеліктеріне сәйкес балалардың жаңағы робот құрастыру деңгейлері бар. 4 жастан 14 жасқа аралығындағы балалардың. Олардың түрлі тапсырмалары бар. Қазір барлығын осы видеода көресіздер. Өте қатты, мықты пайдасын тигізеді. Получается, 4 жастан бастап сіздер уже қабылдай бересіздер. Иә. И 14 жасқа дейін ба? Иә. Мысалы, Японияда или басқа мемлекет, мықты дамыған мемлекеттерде садикте, балабақшада робототехника курсы бар. Олар алгоритмика курсы деп атайды. То есть алгоритмдер, іс-әрекеттерді рет-ретімен орындау, жоспарлау өзінің уақытын. Мысалы, ол роботты құрастыру дегеніміз ол белгілі бір инструкция арқылы құрастырады ғой. То есть инструкция дегеніміз ол не? Ол жоспар бойынша жүру керек. И дәл солай роботты құрастырып, жоспарлап, өзінде сондай нәрсеге тәрбиелейді. Алдағы уақытта жоспарлау, ойлау, фантазиясы, креативті, потому что всегда ми жұмыс істеп отырады. Ол күнделікті нәрсе емес, күнделікті тамақ ішеді, күнделікті жуынады, күнделікті тісін жуады. Күнделікті тісін жуса уже ми жұмыс істемейді, ол тек қана рефлекс болып қалады қолы. Күнделікті істей беретін болса, әдетке айналып қалады. Ал бұл жерде қандай? Бұл жерде әр сабақ сайын баланың роботының құрастырылу деңгейі қиындай бастайды. То есть бір күн келді, бір робот құрастырды. Первый уровень, второй уровень. Одан кейін келесі келген кезде тағы да басқа уровендегі роботты құрастырады. Әр деңгей сайын роботтар қиындай береді, и әр сабақ сайын баланың миы 1,5 сағат бойы тоқтамай жұмыс істейді. Бұл балаға өте қатты маңызды, зейіннің шоғырлануына, креативтік ойлау қабілетінің дамуына, фантазиясының дамуына, сосын барып кеңістікте ойлау, пространственное мышление, сондай кеңістікте ойлау қабілетінің дамуына, одан кейін математика, информатика, физика пәндерін сүюіне, қызығуына, ғылымға қызығуына, білімге қызығуына, былайша айтқан кезде баланың телефоннан суырып алып, сондай бір желаниясын ашатын курстардың бірі бұл робототехника курсы. Біз оқушылардың жеткен жетістіктері, бұл жақта, біз арнайы жетістіктер тақтасы дейді ғой. Оқушылар осы тақтаға түсуге талпынады. Мен осы жарысқа барсам екен, осы жарыстан өшеде менің атым, грамотам тұрса екен, суретім тұрса екен деген сияқты бір мотивация. Президентте келген ғой, жарыстарыңызға? Бұл қазіргі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлымен түскен суретіміз. Бұл Түркістан қаласында біздің мектепті ең мықты мектеп деп облыстағы Түркістан қаласына презентацияға осы президентіміздің алдына шығуға бір мүмкіндік болды. Шығып, сөйлесіп, роботтарымызды көрсетіп, балалардың жұмыстарын көрсетіп, сондай бір күшті презентация жасағанбыз. Жалпы Назарбаев университетке балаңызды бермей, үш жерге берсеңіз, жаңағыда оқытсаңыз болады. Яғни Назарбаевтың мектебінде балаңыздың деңгейі сонымен бірдей болуы әлде мүмкін. Қанша осы уақытқа қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Қанша оқып шықты? Бізде 700-ден аса шәкірт шықты. Қанша жыл болды? Ол біз 2017 жылдан бастап
Бізде енді поток қой, былайша айтқан кезде нақты мен саған осынша оқушы шықты деп айта алмаймын, оны ашығын айта берейін. 5 жылда 700 ба или 5 жылда жоқ, одан көп, 5 жылда 2000-нен аса. 2000-нен аса. Иә, ол қазіргі таңдағысын айтып тұрмын мен. Кетеді поток көп оқушылар, бірақ соның арасында ең осы робототехника менікі деген оқушылар қалады до конца, жарысқа қатысады. Мысалы, облыстық, республикалық, қалалық, әлемдік, халықаралық жарыстар болып жатады, робототехникадан басталып та кетті. Қазақстан енді оянып жатыр. Әлемде, мысалы, басқа елдерде ондай жарыстар өте көп. Ондай ол жарыс олимпиадаға осы енгісі келген, әлде де алдағы уақытта енеді. Кәдімгі әлемдік олимпиадада робототехника, роботтар жарысады. Жарысты да өткізесіздер ғой, иә? Иә, біз жарысты өткіземіз осы Шымкент қаласында, өзіміздің филиалдарының арасында, Шымкент қаласының мектептерінің арасында жарыс ұйымдастырамыз. Ол жарыс балалардың мотивациясын сақтауға, көтеруге, басқа мысалы өзінің неге жарамдылығы екенін, өзінің қандай деңгейін анықтау үшін арналған жарыс. Бір робот құрастырады, екінші мысалы менің роботым мен сіздің роботыңыз белгілі бір ережеге сәйкес жарысады. Ол мысалы гонка по черной линии болуы мүмкін, қара сызықтың бойымен гоночный машиналар жасауы мүмкін. Немесе ол биатлоннан белгілі бір тапсырмаларды орындап, кәдімгі биатлонистер сияқтылды садақ атуы мүмкін. Робосумода бірін-бірін итеріп шығаруы мүмкін. Робофутболда кәдімгідей роботтар допты алып ойнайды, например, да? Кәдімгі спорттың түрі бар, плюс робоспорт бар. Кстати, робоспорт жайында айтатын болсам, робоспорт басқа дамыған мемлекеттерде кәдімгі спорт министрлігінде спорт ретінде тіркелген. Ол как киберспорт секілді, шахмат секілді, кәдімгі күрес секілді тіркелген робоспорт. Бірақ бізде Қазақстанда әлі жоқ. Бірақ ол басқа мықты мемлекеттерде бар болса, значит бізге де келеді деген сөз. Мама, енді күнде көз шығады, я. Үстің оңнан реттеледі, үстің оңалап. Далада жүреді балың домалап, я. Домалап. Өткен күнде көрдің көреріңді, енді ал. Бұл бізде жаңағы айтқандай робокидс кабинеті, кіші балалар робот құрастырады. 4 жастан 9 жас аралығындағы балалар. Оқушыларға қарасаңыз, әркімнің өзінің жұмысы бар, әркімнің өзінің мақсаты бар. И сол мақсатқа жетуге деген бір өзінің ұмтылысы бар, қараңызшы, қызығушылық. То есть бала қызығады. Өзінің ісіне сүйікті ісі пайда болады. Миы жұмыс істейді, ойланады. Телефон шұқылау емес та. А телефон шұқыласа, ол не? Зависать етіп қалады. Қандай керемет көрініс. Қасында уже мұғалімдері бар, үйретеді. Бұл бізде Толқынай апай, Толқынай ханым, тренер, өте мықты, білікті тренерлердің бірі. Балалар өте қатты жақсы көреді. Әрбір балаға деген көңілі жеке, әр баланың жеке оқытады, жеке тапсырма береді. Мысалы, қазір бізде бірінші алғашқы байқау сабағы дейді, пробный сабақ. Пробный сабақты қазір қабылдап отыр. Бүгін бірінші күн, иә? Бүгін бірінші күн қабылдап отыр. Ата-анасынан да, кстати, сұхбат алсақ болады, үшеуде отыр. Қалай ұнады ма бірінші күн деген секілді мықты. Яғни мысалы ретінде мен мысалы баламды берем, жасым жаңағы 4-те болса, әлі ақшасы бермей, жаңа пробный сабаққа берсем болады, дұрыс па? Иә, әрине. Бірінші алғашқы байқау сабағы тегін баланың қабілетін тексеру мақсатында. Бұл жақта бала тек қана келеді, өзінің қолына робот құрастыру келе ма, соны көреді, тегін барлығы. Одан кейін уже балаға ұнаса ары қарай қатысады. Получается шаблондары бар, шаблон арқылы жаңағы арнайы нұсқаулығы бар, роботтың арнайы нұсқаулығы бар. Бірақ міндетті түрде апайдың, тренердің көмегімен істелінетін дүние. 2017-те басталған кезде, мысалы, бастадыңыздар ғой, енді кірді ғой Қазақстанға, да? Қазақстанға 2017-те кірді деп басқа. Жоқ, Қазақстанға одан ерте кірді. 2017-те біз ашылдық. Сіздер аштыңыздар. Қазақстанға бұл 2010-да Назарбаевский мектептерде, даже 2010 емес, 2015-те кешірім сұраймын, Назарбаевский мектептерде уже осындай курс болды. Басталған, иә? Назарбаевский мектепте, КТЛ-де дәл осындай роботтармен сабақтар басталған. Ең мықты мектептерде. Солармен қатар, енді солардан кейін біз ашылдық. Қандай қиыншылықтар болды 2017-те басталған кезде, қандай қиыншылықтармен осы уақытта дейін қандай қиыншылықтармен жаңағыдай? Енді негізі қиыншылық, мен өзім түсінігім бойынша, қиыншылық ол адамды тек қана өсіреді. Сондықтан мен де мынандай қиыншылық болды деп балдармен деп жатқаным ба? Еске түсіре алмаймын да, мысалы мен. Балдармен деп жатқаным ғой? Иә, балалармен де көп, ол жаңа келеді сізге, мысалы келеді бала, мен істеймін дейді да, и
что-то тынемай деп кетип калатындар бармы? Иә, ондайлар бар. Ондайлар бар. Өйткені бір жерде көп шоғырлана алмайтын немесе негізі бала өте көп қызығады. Оқушылар өте бойынша жаңағыда лего ретінде ғой, лего жаңа құрастырасың, иә. Баяғыда робот деген кезде мен бір телевизорда, киноларда көресің, робот, сондай бір робот құрастыра ма дегеннен. Қанша уақыт оқиды мысалы 4 жасар бала, қанша уақыт? Бірінші алғашқы пробный сабақта балаңыз бірінші алғашқы роботын құрастырғанша пробный сабақ жалғасады. Мысалы, аптасына 2 рет болады бұл сабақ и 1,5 сағаттан. 1,5 сағат бойы баланың уақыты тиімді болады. Мысалы, баланың уақытын тиімді пайдалану керек деп айтылып жатады ғой. Баланың уақытын тиімді пайдалану дегеніміз не? Ол телефон ойнау емес. Сол 1,5 сағаттың орнына, сол телефонның ойнағанның орнына лучше робот құрастырсын. Ми жұмыс істесін. Аптасына 2 рет 1,5 сағаттан, айына 8 сабақ. 8 сабақта 8 түрлі робот құрастырады. Біз де ата-аналарға гарантия береміз. 8 сабақта 8 түрлі робот құрастырмаса, бір айын тегін істеп береміз деп. Машалла. Өйткені біз өзіміздің методикаға сенімдіміз, мұғалімдерімізге сенімдіміз. Біздің арнайы нұсқаулықтармен жүретін бала міндетті түрде Қызықпау мүмкін емес дейсіз. Иә, қызықпау мүмкін емес. Бұл жақта даже бізде болады, видеосын жіберемін. Ата-аналардың осындай жарыста балалар жарысады робот құрастырып, сол кезде ата-аналармен бірге жарысады. То есть, мысалы, мен өзімнің баламмен жарысқа қатысып, робот құрастырамын. Сол кезде ата-ана баланың қандай робот құрастыратынын көреді да, и действительно оңай емес екен ғой деп ойлап қояды, қиын екен ғой деп ше. И сондай жарыстар ұйымдастырамыз біз. Мысалы, әр филиалдан бір 5 команда шығады, өзінің баласымен, бір командада баласы және өзі болады. Бір тапсырма беріледі, осы роботты осынша уақытта құрастырып бітіңдер. Кім бірінші құрастырып кетті, кім бірінші программасын жазады. Ол жақта уже нұсқаулық болмайды. Ол кезде уже тек қана сурет болады. Оның роботтың арты қандай, оның жаны қандай, өздері ойлап табу керек. Өзіміздің Қазақстан Республиканың Қасым-Жомарт Тоқаев президенттің өзі жаңағыда ұсынып отырған осы жаңа салаға, яғни балаңызды берсеңіз болады. Алғашқы сабақтары тегін келіп жаңағыдай көрсетсеңіз болады. Бірге жаңағыдай лего ретінде жинасаңыз болады. Өздерінің жаңағыдай апайлары бар екен. Негізі өте тамаша, өте қызық, өзім қызығып жатыр. Жек қазір бір робот дайын болса көрсетейік. Инстаграм парақшада көргеннен лагерьден ұйымдастырады екенсіздер, сезондарда ма? Иә, бізде осы робототехника курсынан бөлек бізде лагерь бар, ол жаз айларында болады. Лагерьдің негізгі мақсаты таза ауада, табиғатта технологияны сол табиғатпен ұштастыра отыра жасалынған дүние. Балалар 10 күн бойы таза ауада робот құрастырады. То есть, ол жақта интернетсіз де белгілі бір дәрежеге жетуге болады. Интернет деген ол информационный мусор, былайша айтқан кезде пайдасы да бар, жақсысы да бар, жаманы да бар. А бұл жақта тек қана мимен жұмыс істеу. Негізгі мысалы спортсмендер тренажерға барып денесін шынықтырады. Дәл сол сияқты робототехникада бала миын шынықтырады. Миы шынығады. Всегда жұмыс істеп отырады. Мысалы, қанша тілде, мысалы ретінде қазақ баласы келсін, орыс баласы келсін, өзбек баласы келсін, бәріне сабақ бере аласыздар ма? Иә, өйткені бізде ол жақта енді тіл деген таңдау болмайды, ол жақта на языке роботов дейді ғой. Өзіміздің тіліміз бар біздің балалармен. То есть бұл жақта әр балалардың өзінің жеке тапсырмалары бар. Имеется в виду мысалы ретінде, біздің TikTok-тың жаңағыдай көрермендер бар, YouTube-тың көрермендер бар, достар бар. Жаңағы мен баламды бергім келеді, бірақ мен жаңағыдай орысша оқиды. Қазақша оқиды. Жаңағы орысша бір не екен, қазақша бір школа екен, жаңағыдай мектеп екен. Мен жаңағыдай сондай қазақша ғана іздеуім керек, болмаса менің балам орысша оқиды, мен орысша іздеуім керек деген бар ма, или сіздер разница жоқ? Мы можем и на русском преподавать, и қазақшада бере аламыз. Былайша айтқан кезде. Яғни, құрметті достар, егер де балдарыңыз бар болатын болса, жаңағы телефонға тәуелді болса, болмаса жаңа бір өмірде бір қызығушылық әлі таппаған болса, осы робототехникаға келіп, өзіңіз жаңағыда басында тұрып, бірге жаңағы балаңызбен бірге құрастырсаңыздар болады. Саламатсыз ба? Осы жерде істеп жатқаныңызға қанша уақыт болды? 3 айдай болды. 3 айдай болды. Өзіңіз негізі балдармен жұмыс істегенді жақсы көресіз бе, ұнатасыз ба? Иә. Өзім жасағым келеді. Кішкентай балдармен жұмыс жасағым. Сен атың кім? Даниял. Даниял. Неше күн болды келгеніңе? Так.
Сколько дней ты уже здесь, Сера? 5 дней? 4? 4 годика деп отыр ғой, жасын айтып отыр, жасын. Жасын айтып отыр ма? Тебе нравится собирать роботы? Да. Нравится? Сейчас что ты собираешь? Шесть. Мало. А, что собираешь? Машинку собираешь? Мало. Майло. Нравится тебе? Даже бізбен сөйлесуге уақыты жоқ, кірісіп кеткен жұмысқа. Бұл бізде робот junior кабинеті 10 жастан 14-15 жас аралығындағы балалар осы жерде робот құрастырады, программа жазады. Жаңағы кидске қарағанда тапсырмалары қиындау. Және де енді үлкен бала болғаннан кейін сол баланың жас ерекшелігіне сай өзінің қиындықтары мен тапсырмалары болады. Робот junior тобы, ары қарай робот спорт, яғни спорттық робототехника деген группа бар. Ол жақта да өте қызықты роботтар бар, қазір робот барысында көрсеміз. Міне балалар қазір бізде робот құрастырып жатыр. Әркімнің өзінің жеке тапсырмасы бар, әркімнің өзінің жұмысы бар. Детальдерді алады, бар робот құрастырады, қосады, тексереді, жүрмей қалады, қайтадан тексереді. Мысалы алдына бір қиындық шығады. Ол қиындықты енді қой деп басында бірінші сабақта құрастырмайын деп жиндануы мүмкін, екінші сабақта құрастырмайын деп жиндануы мүмкін, бірақ үшінші, төртінші сабақта ол сол алдыңа қойылған мақсатқа жетеді в любом случае. Өйткені баланың қызығушылығы болса. Негізі былай қарасам шаблондары бар ғой, иә? Бұл жақта да бізде енді арнайы методикамыз бар, инструкция. Осы бір juniorдың өзінен кемі 300-ге жуық роботтың түрін құрастыруға болады инструкциямен. Одан 300-ге жуық. Одан бөлек, инструкциядан бөлек баланың фантазиясында, қиялында мыңдаған түрлі роботтар бар. Өйткені біз балаға тапсырма береміз. Міне мотор, міне деталь, осыларды алда маған ақылды шлагбаум жасап бер. Мана мегацентр Шымкент плазаның алдында тұратын, ашылып жабылатын, например. И бала күнде папасымен немесе мамасымен барып жүріп, ана қалай жұмыс істейтінін біледі, и ойынан сол шлагбаумды құрастырады. бірақ қайткен сөзім етеме болма баладай сәт келді дейді ғой бізге билеуге ыңғайлы жас келді дегенмен анда-санда жай жер аралап тұрайық көзі шалмайды ел Желбірек көк тұтып бойсында басында көк тиінеді қазір Құдайға шүкір трек деген кетті кока-колаға ерінбей жүре берем ермек жоқ менде терең ойланайық енді талай адамдар келді ертеңге сенді Don't like that Indonesian. Don't like that. Ассалаумағалейкум. Есімің кім болады? Сұрап. Сұрап. Нешкім болды бұл жерде? Қанша уақыт болды? Жаңа робот құрастырып жатқаны. Нешінші сабаққа келіп барасың? 2 рет, 3 рет? Ұялмай айта бер. 6 рет болды ма? Не құрастырасың қазір? Машина ма, не бұл? Стрекоза. Стрекоза не істейді бұл? Секіреді ма? Или жүреді ма? Ұшады. Ұшады ма? О, керемет. Өзің құрастырасың, мен өзің құрастырдың ба? Иә. Қызық па? Иә. Бұл жерге сені кім әкелді? Папам ба, мамам ба? Папам. Папам әкелді ма? Папам күшті екен. Сені жақсы көреді екен папан, иә? Иә. Сен папаны жақсы көресің ба? Мына жерден жалпы ата-анасымен бірге құрастырып үйретуге болады. Жаңа балаңыздың жасы 4-те, 5-те болса, өте қызық екен. Жаңағыдай информатикада, математикада бұл жерде бәрін кіріп кетеді екен. Балалармен сөйлесуге сұхбатталайын десек, қатты кірісіп кеткен екен. Мынаны стрекоза дейді, жаңағыдай ұшады дейді. Оны ұшқанын кейін көріп жатамыз. IT программада кіріп кетеді, получается. Бұл жақта енді робототехника өзі екіге бөлінеді. Робот спорт және робот жоба бұл. Бізде робот спорт бағыты. Робот спорт, яғни робот қолмен құрастырды ғой. Оның моторикасы, конструированиясы дамыды, құрастырды. Бірақ құрастырғаннан кейін оның бетіне қарап отпайды ғой. Оны немесе қолмен жүргізбейді, оған программа жазады. То есть бұл жақта уже программирование да бар. Алгоритмика, программирование бір мақсатқа жетудегі белгілі бір жоспарланған іс-әрекеттер тізімі, программа жазу. Және де қарапайым сіздің үйіңіздегі легодан қарағанда қарапайым айырмашылығы бұл жақта моторлар бар, датчиктері бар,
одан кейін модуль бар программируемый, сосын ноутбук арқылы лицензиялық программасы бар ноутбук арқылы соған программалайды. Және де осындай бір комплекттен кемі 300-ге жуық робот шығарып, балаға күнделікті әр сабақ сайын қиындата беруге болады. Егер дәл қазір балаңызға уақытыңызды бөлмесеңіз, ертең балаңыз сізге уақытыңызды бөлмейді. Қартайған шақта деген. Өйткені инвестиция жасау керек. Бала енді кішкентай кезде өзінің қызығушылығы болады ғой. Сол қызығушылығын ары қарай дамыту мақсатында баладан қолына не келеді, аянбай істеу керек деп ойлаймын. Өйткені ол ертең 1000 есе болып қайтадан ата-ананың өзіне келеді, ертең асырайды деген секілді ғой. Атың кім болады? Мейірхан. Мейірхан, не істевасың ноутбукты? Вертолет. Программа жазбасың ба? Иә. Қоса аласың ба бұны? Иә. Программа жазып жатыр екен. Жасың нешеде? 8-де. 8-де. Компьютермен роботты қосты. Бұл робот бізде MakeBlock робот деп аталады. Және осы жуниорда жүрген балалар осы роботты программалайды, құрастырады, түрлі жұмыстар жасайды. Мысалы, бұл робот белгілі бір объектті басқа жерге тасуға арналған робот деп аталады. Мысалы, мынау қысады. Және де маған осы жерге алып келіп береді. Ашады. Осыны, получается, 0-ден жинайды ғой балдар, иә? 0-ден құрастырады, өзінің болттары бар. Батарейкамен істейді, иә? Батарейкамен істейді, иә. И қарасам телефонмен управлять етіп жатыр ғой, иә? Телефонмен управление жасауға болады, компьютермен управление жасауға болады, және роботтар секілді. Кәдімгі магазинде сататындай жаңағыда нелер, на пульт управления бар ғой машиналар? Сондай жоқ, ондайға келмейді. Иә, бұл жерде арнайы өзінің мобильдік қосымшасы бар, программасы. Сол мобильдік қосымшасында осы роботта управление жасауға болады, және де программа жазуға болады. Түрлі өзінің нелері бар. Абзал, курстың бағасы қанша тұрады? Курстың бағасы аптасына 2 рет, 1,5 сағаттан айына 18.000 теңге. Бұл жақта сабақтың уақыты 1,5 сағат уақыт болады. Бізде жаңа жас ерекшеліктерге байланысты бөлінеді дедік қой. RoboKids, RoboJunior, RoboSport болып. Бізде RoboKids 4 жастан 9 жасқа дейін тоже 18.000 теңге, аптасына 2 рет. RoboJunior дәл солайынан тоже 18.000 теңге. Біз бір-бірінен айырмашылықты қатты көп көрмедік, қоспадық. Баланың деңгей бойынша өсуіне өте қатты маңызды. 4 жасар болса да, 14 жасар болса да, сол бағасы бірдей. Бірдей баға. Одан кейін балада енді кәсіби деңгейге өту бар. Кәсіби деңгей дегеніміз ол жарыстарға часто қатысады, робоспорттың программаларын үйренеді, меңгереді. Ол жақта уже бағасы 24.000 теңге. Және де бізде қазір жаңадан курс бар, Scratch мультфильм, ойындар құрастыру қазір тоже көрсетеміз. Ол жақта да өте қызықты курс. Бала қолымен робот құрастырмайды. Ол жақта уже чисто компьютермен өзінің бір ұнаған сүйретін салады персонажын, например, бір колобок салды. Бірақ сол колобокқа программа жазу керек, чтобы ол бірдеңе істеу үшін мысалы. Немесе Том и Джерри деген секілді тышқан қашады мысықтан, соны мышкамен жаңағыдай жұмысын жасайды. Оның барлығы тоже уровень, ол 24.000 теңге. Курстың бағасы. Ол уже біраз оқығаннан кейін сол уже курсқа қатыса алады, дұрыс па? Кәсіби деңгейге өтеді. Бұл баға қымбат емес. Енді тойға барса да, сол 20.000 теңге тастап кетеді ата-аналар. Тойға шашу емес, балаға инвестиция жасайтын болса, ол ертең жаңа сіз айтпақшы, екесе не одан көбісі көретін болады. Бізде Бихан Нұрсұлтан деген оқушымыз роботты қанша уақытта құрастырдың? 3 сағатта құрастырдың ба? 3 сағатта құрастырған роботы 4 мотордан тұрады, кедергілерден өтеді, қорқпайды. Өзің құрастырдың ма осы роботты? Иә. Қанша уақытта құрастырдың? Қанша күнде? Қанша күнде ма? 2 күн. 2 күнде? 2-ақ күн кетті ма? Қанша уақыт болды оқып жүрген машинада? 1 ай, 2 ай? 2 жыл. 2 жыл болды ма? 2 жылдан бері үшіде жүрді. Кемі 2 жыл, иә. Получается, жарыстарға барады ғой, иә? Иә. Біз енді технарлар андай ғой,
сөзге көп жоқ қой. Ұялмай айта бер. Чисто қолмен құрастыратын. Мұны енді жүргізгін. Жүргізші. Мынаны үсті шығаршы. Мынау былайша айтқан кезде бұл көңілсене таныстыру ғой. Бұл бізде 4WD любой қыр-пырға шығып кететін машина деп таныстырса, өз машина деген. 4 дөңгелегі де тартады, 4 моторы бар, 2 модулі бар, средний моторы бар. Бұл роботты мен қанша уақытта құрастырдым деп кәдімгідей. Енді біздің жиі қоятын сұрақ ең қызығы табыс жағынан келетін болсақ та. Мына жағы мысалы бір айға осы бір офис дейсіздер ме или бір не дейтіледі? Филиал. Бір филиал қанша табыс табады? Мысалы енді табыс жағына келетін болсақ, шүкір, ешкімнен кем емеспіз. Көлігіміз бар, үйімізді алдық, машинеміз бар. Бір былайша айтқан кезде енді бір айда қанша табасыз? Бір филиалдан кемі 1,5-2 миллион оборот болады. Бір филиалдан, иә? Бір филиалдан. Оның өзінің расходтары болады. Айлық, мысалы, мұғалімдердің айлығы бар. Қанша жұмыс жасайды? Бізде 20 шақты жұмысшы мұғалімдеріміз бар. Жоқ, бір филиалда қанша жұмысшы жасайды? Бір филиалда 3-4 мұғалім жұмыс жасайды, иә. Олардың айлықтары қанша? Кемі 100 мың теңге. Одан кейін ары қарай мұғалімнің оқушысы көбейгеніне байланысты өсе береді айлығы. 250 мың, 200 мыңға дейін бара береді. Ол мұғалімнің өзіне байланысты оқушыларды көбейтетін болса. Мұғалімдерді қалай табасыздар? Жалпы бір маман, жаңа оқыған маман болу керек, болмаса өздеріңіз үйретесіздер ме? Біз өзіміз оқытамыз, үйретеміз. Мұғалімдерді енді икемі болу керек, ең бастысы икемі болу керек. Икем болса барлығы болады. 1,5 миллион оборот айлық. Қанша таза бір филиалда қанша пайда табады? Пайда түседі? Енді сезонный бизнес дейді. Жаз айларында мысалы оқушылар төмендейді, бірақ күз айларында, көктем айларында, қыс айларында өте қарқынды көбейеді. Бізде енді 700 мың, 800 мыңға дейін барады, таза табыс. Бұл бір филиалдың өзінен, общий филиалдан алатын болсақ, енді Общий қанша филиалдарыңыз бар қазір? Бізде Қазақстан бойынша бізде 10 шақты филиалымыз бар. Ал Шымкент қаласында өзіміздің жеке нақты 3 филиалымыз бар. Одан бөлек бізбен серіктес франшиза егерлері бар. То есть бізден дәл осы бизнес франшиза да сатасыздар, получается. Франшиза береміз. Бизнес модельді, дәл осы бизнес модельді жаңағыдай өзінің қалаған жеріне, ұнаған жеріне, үйінің қасына осындай кәсіпті ашады. Енді нақты цифраға келетін болсақ, нақты табыс енді бізде осы 2022 жыл әлі аяқталған жоқ, бірақ соның өзінде біз 107 миллион оборот жасадық. Оған дәл құжаттары бар. Бір жылға жеткен жоқ, біз уже жасап қойдық осы 107 миллион оборотты. Ол бізде лагердің арқасында, және де біз франшиза сатамыз, және де оқушылардың арқасында осындай оборот бар. Енді ешкімнен кем емес. Жалпы даму бар. Даму бар, өсу бар. Бір орында тұрып жатқан. Робо Сумо 3 раундтан тұрады. Сол жақтағы қарсылас Нұрсұлтан және де Ерланның роботы. Роботтың негізгі мақсаты өзінің қарсыласында қара сызықтан итеріп шығару. Ендеше бірінші раунд басталды. Әне, 1-0 келесі раунд. Енді мына роботтың бірін салмағы негіз бірдей болу керек. Мынау күштірек, үлкенірек. Кеттік. Екінші раунд бізде жанымен тұрады. Біздің форвард жасаңызшы маған. Мақұл, жарайды. Не ақ бұрламайсың? Былай тұрсын онда. 1, 2, 3 кеттік. Үшінші раунд. Артпен. Кеттік. 1, 2, 3. Міне дәл осылайдан роботтар жарысады, сайысады. Телефон ойнап отырғаннан қарағанда, шынайы өзінің қолынан құрастырған дүниемен дәл осындай ойындарды ойнатқызу керек. Дәл сол кезде балаңыз математика, физика, информатиканы ойнап отырып үйренеді деген осы. Мысалы ретінде серіктес аламыз дедіңіз ғой. Серіктес мысалы басқа бір қаладан келетін болса, оның ұсыныстары қандай, жаңағы сіздердің ұсыныстарыңыз қандай серіктеске? Мысалы
біз дәл осындай курсты өзіңіздің қалаңыздан ашқыңыз келетін болса, мысалы сіз бізге келесіз, біз сізге барлығын түсіндіріп айтып береміз, жаңа видеода түсіндірген секілді. Әркім ешқандай ештеңе жасырудың жоқ. Мысалы өзіміздің методикамыз бар, 5 жылдан бері жинаған өзіміздің рекламный материалдарымыз бар, офферіміз бар, жаңа копирайтинг тексттері бар, неше түрлі креативтер бар, видеолар бар, фотолар бар. Бізде не бар, соның бәрін сіздерге береміз просто. Осы бизнес модельді полностью түсіндіріп береміз, көрсетеміз. Одан кейін барып біздің жаңа роботтарды береміз. Жаңа Kids'тің өзінің роботтары бар, Junior'дың өзінің роботтары бар. Дәл сол комплектті роботтарды береміз. Қанша бағасы? Оны оқытамыз. Одан кейін лицензиялық программасын береміз, методикасын береміз. Енді баға 3 пакет бар бізде, әртүрлі қалаларға, енді біздің серіктестеріміздің қалтасына қарай, жағдайына қарай біз 3 пакетке бөліп қойдық. Ол бізде бірінші стандарт пакет, екінші премиум пакет, үшінші VIP пакет деген бар. Ол сол орналасқан жердің оқушылардың санына, мектептің санына, тұрғылықты жақтағы халықтың санына байланысты берілетін болады. Мысалы, енді бірінші пакетіміз 1,5 миллион болатын болса, көп емес, екінші пакетіміз 2 миллион бізде, мысалы, қателеспесем 70 мың теңге, үшінші пакет 2 миллион 618 мың теңге. Дәл енді бізде көбісі үшінші пакетті алады, өйткені баға көп емес, бұндай кәсіпке баға көп емес. 2 миллион 618 мыңдық пакетті алады. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне біз робот береміз. 6 комплект Kids'тан, 4 комплект Junior'дан. Робот бердік енді. Роботтан кейін оны қалай оқыту керек? Оның методикасы бар. Арнайы біздің авторлық методикамыз бар. Осы жерде қазір шығады. Сол авторлық методиканың ішінде бір комплекттен кемі 300-ге жуық роботтың түрі шығады программалармен бірге. Біздің серіктестеріміз қиналмайды. Мына сабақта не құрастырамын, мына сабақта не құрастырамын деп қиналмайды. Балаға тапсырма береді. Әр сабақта әртүрлі роботтар құрастырады, жаңа айтқандай, қиындықтарына байланысты. Сосын сол робот құрастырып біткеннен кейін енді оған программа жазу керек. Бізде арнайы лицензиялық программа бар. Сол программаны береміз. Осындай бізден робопарктен оқыды деген сертификат береміз. 86 сағаттық. 2 сертификат береміз. Одан кейін үшіншісі, то, что міне бізде лицензия. Біздің лицензиямыз енді патенттелінген, методикамыз бекітілген. Заң түрде барлығы. Иә, заң түрде бекітілген. Міне біздің методиканы қолдана алады, біздің логотипті қолдана алады деген секілді біздің рұқсаттамамызды береміз. Рұқсат міне осындай Қызылорда қаласынан, мысалы Жетісай қаласынан осы кәсіпті ашыңыз. Одан кейін барып кабинеттің оформлениясы. То есть жаңа біздің кабинетті көрдіңіздер, неше түрлі суреттер бар. Неше түрлі жаңа өзінің бізде 3 түс бар, брендбук мысалы. Шрифт қандай болу керек, түс қандай болу керек, солардың барлығы упаковать етіп бересіздер. Беріледі. Құрметті ата-аналар, егер де жаңағыдай робота паркке балаңызды берсеңіз, өзін ми жаңағыдай дамиды. Және де мысалы магазинде кез келген бала ананы апер дейді, мынаны апер дейді. Оны бұзып қойса, оның құнын білмейді. Бұл жерде роботтарды өздері жинап, егер бұзылса, оның қалай жаңағыдай жинауды білетін болады. Кез бағана көріп жатырық, балдар роботты бұзып қойды, қайттан өздері жинап жатыр да. Ал жаңағы магазинде бір ойыншықты мысалы 5 мыңға болмаса 10 мыңға әперетін болсаңыз, бұзып қойды, пап, купи мне басқа бір ойыншық деп айтады. Ол бәрі басымызға келіп жатқан нәрсе. Жалпы сіздің әперіп жатқан құнды бір затыңыз, оған құнды болмайды. Бұл жерде өзі құрастырғаннан кейін, ол жаңағыдай робот болсын, жаңағы кез келген мысалдай мынандай бір вакуумный қол дейді ма, осы нәрсе құрастырған арқылы бұзса да өзі жөндей алады. Соның барлығы сол маркетинг жағынан, жаңа реклама жағынан қалай жаңағыдай балдарды тарту жағынан. Енді біз мысалы өзім мысалы осы 5 жыл бойы осы әрекеттердің бәрін жасап келдім. Қай жерге қандай реклама жасау керек екенін білемін мысалы. Қай жерде қандай реклама ататын, атпайтын барлығы мысалы. Оның бәрі тәжірибеден өтті. 5 жылда қанша уже қателік жасадық дейсің? Сол сүзгіден өткен мықты креативтерді, дәл сол креативті таргетке өзіңіздің қалаңызда жіберіңіз. Бітті, клиент деген жетеді. Өте көп. Өйткені енді басталып келатқан енді дамып келіп жатқан. Иә, енді басталып келатқан. Кез келген бір семьяда бір 2-3 баладан бар кемінде. Иә. 2-3 бала, бір баласын берсе уже жаңағы жетеді дегендей болады. Иә, 10 бала 18 мың теңге, 180 мың теңге, 10 бала оқыса. 5 жылдың ішінде қателік туралы айтатын болсақ, қанша есептедіңіз бе, қанша ақшаға
қателік болды. Мысалы, или офис қымбат қалып қойдыңыз, болмаса жаңағы геолокация разница бар ма офистің жаңағыда несін? Енді мен осы 5 жылдың ішінде енді көп нәрсе көрдік. Енді өзімнің Ерлан деген інім бар. Ол бізге оқушы болып келген. Осыдан да сұхбат алу керек негізі тоже. Құрметті достар, мына оқушы сарайына келген едік. Бұл жерде екінші филиал екен. Мынау бауырымыз Ерлан 7-ші класстан бастап осы робототехниканы үйреніп, меңгеріп, қазір жасы нешеде? 19-да ма? Уже қазір Абзалмен бірге серіктес екен, бірге жұмыс жасайды екен. Бүкіл филиалдарға, 10 филиал дедік қой, 10 филиалдарға осы жігіт қарайды екен. Өзіне таныстырып кетсем. 7-ші сыныптан бастап келе жатырмын. Жалпы осы салада бұл 7-ші сыныптан бастап 5 жылға жуық уақыт болды дедім ғой бағана. Оның ішінде бағана басында мен келгенімде оқушы болып келдім. Абзал мырзаға ағай болып келдім, інісі болып келдім. Інісі емес, оқушы болып келдім. Інісі болып келдім. 7-ші сыныптан бастап неше түрлі жарыстарға бардық. Одан кейін басқа қалаларға бардық, басқа елдерге бардық. Орын алдың ғой Өзбекстан. Иә, әрине. Орын алғаннан кейін, нәтиже болғаннан кейін, бұл хобби болғаннан кейін, хоббиді одан кейін біз қалай айтсам болады, қызығушылықты уже жұмысқа арнап уақыт бөлгеннен кейін сол салаға полный вникать еттім да, сіңіп кеттім. И менің хоббиім былайша айтқанда жұмысқа айналып, уже сабақтан шыға салып, уже ол жаққа тартып тұрады мені, былайша айтқан кезде. Жалпы сүйетін ісім ғой? Сүйетін ісім, иә. Сүйетін ісім, хоббиім. Былайша айтқанда қазіргі таңда осы робопарк оқу орталығының мен былайша директормын. Директор болғанда осы Шымкентте 3 филиал бар, 3 филиалға қараймын, басқасында жүремін. Директордың несін қалай айтсам болады, директор қызметіндемін ғой, должность директор. Оқушылардың келуі, кетуі, ата-аналармен сөйлесу, реклама жағы, продвижение, маркетингі бәрі. Иә, оқушыларды жинау полностью, қақтан жеріне реклама тарату, оның барлығы мен атқарамын, былайша айтқан кезде. Парталарды, мысалы, темір парталарды көшеге шығарып, өзіміз краскіледік. Көшеге қолымызға роботты алып, автобустың ішіне кіріп, жаңағыдай өзіміз қағаз тараттық. Көшеге паркке шықтық та, робот қойып қойдық та, кетіп бара адамдарға сол роботты қосып көрсеттік, қағаз тараттық, былайша айтқан кезде. Түрлі практикалар жасап көрдік, түрлі рекламалар жасадық, мектептерге бардық, араладық. Бір офисімізді ашамыз бір жерге, ол жерден клиент жиналмайды, ыңғайсыз болып қалады. Білмейміз ғой қай жерден қалай ашу керек екен. Локациясы дұрыс болмай қалды. Одан кейін барып, оны жасап аламыз да, бір ай клиент күтеміз, ыңғайсыз келмейді. Одан кейін қайттан жабыстырған рекламаларымыз қайттан жұламыз, оның артын тазалаймыз. Расход. Есептеп көрдіңіз бе сол расходты? Енді мен шынымды айтсам, ол менің қателігімде болуы мүмкін, плюсында болуы мүмкін. Мен кеткен ақшаға қарамаймын. Жоқ, мен не үшін ол сұрақты қойдым. Яғни, егер де серіктес алатын болсаңыз, серіктесіңіз сол ақшаны банкрот болмайды. Жалпы сол ақшаға үнемдейді. Мысалы, кемінде где-то 5 жылдың ішінде 5-6 миллион. Одан да көп. Жыл сайын 1 миллион теңге минусқа кетеді. Иә. Анау реклама бар жаңағыда, парта дедік, мебель дедік, офис дедік. Мысалы, біреулер күшті офисте отырам дейді да, 300 мың, 500 мыңға офис алады, бірақ ол негізі 100 мың теңгелік офисте де отыруға болады, разницасы жоқ, дұрыс па? Сол сияқты жаңағыда кез келген адам, мен кәсіпкер болам, өзін бір креслода отыратын бір директор ойлайды да. Мен баяғыда сөйтіп ойлайтын едім. Ақша жаңағыда аспаннан түсе салса, жаңағы сиқырлы таяқ болса, болмаса жаңағы кожаный диван алып қоям, 130 мыңға, жаңағы болмаса 200 мыңға сол жақта отырамын деген дейді. Оның бәрі ошибка ғой. Кәсіпте негізі идеал болу қажет жоқ. Кәсіпте нет. Қолдан келгенше бірінші нет и жаңағыда ошибка жасамайтындай стратегия құрастыру керек. Сол стратегия құрастырған Абзал өз методикасын сатып жатыр. Яғни сөйтіп айтсақ болады. Болмаса жаңағыдай өзінің ошибкалерді сіздермен жаңағы бөлісіп кетеді. Яғни сіз дайын, франшиза дейміз, серіктестік дейміз, дайын жұмысты аласыз, уже фаршталған. Просто оны даже шайнамай просто жұту керек болды. Қай жерден реклама қалай дұрыс беру керек екен, маркетинг жағынан, ақша жағынан, мектепке бару керек па, бармау керек па, ата-анамен қалай сөйлесу керек. Мысалы, бір ата-ана не бір жаңағы, енді айтамыз ғой, бәлеқор дейміз ғой, не бір жаңағыдай баласы бір қанап, бір жер жаңағы тіліп қалса, түрлері болады. Жаңағыдай заявление жазу мүмкін. Соның бәрін минус плюстен өткен адамдар. Кіммен қалай сөйлесу керек екен, кіммен қалай жаңағыдай сұхбат жасау керек екен, қалай
өзін ұсыну керек екенін, қалай реклама дұрыс жасау керек екенін, соның бәрін үйретемін деп жатыр. Енді қараңыздар, 2.600.000 дедіңіздер ғой, VIP пакет 2.600.000, стандарт 1,5 миллион. 1,5 миллион теңгелік пакетті алатын болсақ, кемінде 3 айда шығаруға болады. Дұрыс па? 3 айда. Просто мен де өзім қаншада банкрот болдым да, даже үйімді сатып, баяғыда Астанада үйім бар еді, үйді сатып, қарыздарды құтылып, сөйтіп квартирада тұрып кеткенмін да. Неге жаңағы ол қателік? Бізде ең қымбат ол уақыт. Уақытты біз санамаймыз. Ошибка жасай беруге дайын да көбісі. И қызғанады, 1,5 миллион теңге, 1,5 миллион теңге мен үйте салатын едім, бүйте салатын едім дейді. Но уақытты есептемейді да. Мен жаңағыдай айтатын кез келген енді кәсіп ашам деушілерге, мысалы мұғалім болсын, мынау негізі мұғалімдерге арналған бизнес деп ойлаймын мен өзімше. Мысалы мен өзім стройка саласынан маманмын да, сіздер мысалы енді ұстаз ғой, ұстаздарға арналған бизнес. Мысалы бізде Шымкентте шын айтқанда бір мектепке кіру үшін 1 миллион 1,5 миллион теңге береді кіру үшін кемінде. Мен естіп жатқанымда енді сол и басында ақша 70.000, 80.000, 100.000 теңге әлі қалады. Шамасында да 1,5 миллион теңге, 2 миллион теңгеге бизнес дайын, бизнесті сатып алып, серіктеске отырып, Абзал бауырымызбен и керемет бизнес бастап кетуіңіз болады. 70.000, 100.000 теңге, 200.000 теңге әлі емес, ай сайын 700.000 теңге табуға болатын бизнеске қол жетсеңіздер болады, құрметті достар. Құрметті достар, мына бір баланың анасымен сұхбат алуға жөн көрдік. Салмас па? Балаңыз ба, қызыңыз ба, осы жерге бересіз ба? Бұл үйірмеге 2 ұлымды беремін. Біреуі 5 жаста, екіншісі 9 жаста. Қанша уақыт болды? Біз келіп жүргеніне 7 ай болды. 7 ай болып қалды ма? Неге үйренді, жаңағы басқа бір өзгеріс бар ма балаңызда? Иә, өзгеріс бар және айырмашылық та бар. Алдын үйірмеге келмес бұрын үнемі телевизор, сотка, ойындар, ал бұл үйірмеге келгеннен кейін басқаша телефонды жинастырдық, ойындарды, телевизорды жинастырдық. Бір жағынан информатика сабағынан да көмек болды үлкен балама. Себебі информатика сабағында да бұл робототехника жағынан да тақырыптары бар екен. Сол кезде қиналмай оқып шықты да. 3-ші сыныпта, ал биыл енді 4-ші сынып балам. Негізі 2 балам да мынау лего құрастыру өзім үйде әперетінмін. Сонымен құрастырып ойнайтынмын. Бірақ 2 баламда да қабілеті бар. Үнемі осы қабілеттің қалай шыңдасам екенін деп ойланып жүретін. Бұл үйірме туралы мен Фейсбуктан көрген жарнамасын, содан кейін әкелдім осыға. Бірақ кәдімгідей айырмашылық бар. Жаңа жағына, жаңа бағыттарға. Жаман емес үйірме. Тем более биыл президентіміз Тоқаев мырза балалар жылы деп атады. Көптеген үйірмелер де мысалы жаңадан ашылып жатыр. Басқа енді бағытта би болсын, вокал болсын. Енді бұл үйірме былай платный основада болса да, бірақ өз бағасын арзиды. Арзиды және беруге де болады баланы. Мектептің сабақтарына өзгеріс бар ма? Осы жерге қатысып, жаңа мектептің жаңа математика болсын, жаңа болмаса? Иә, бар. Балам өзі бұрыннан математикада папасы жағынан, атасы жағынан бар, өзі математикалық жағынан. Бірақ соны сәл болса да дамыттық осы үйірме арқылы. Және мынау күнделікті қызығушылығы одан артты. Басқа балдардан, робототехникаға. Басқа балдардан, бөтен балдардан айырмашылық көресіз бе балаңыздан? Көремін. Үнемі айтады, мен робот жасайтын, жаңадан робот ғалым болам, жаңа робот шығарам деген неде. Үнемі үйде оқитыны сол математика тереңірек оқиды, информатика сабағын тереңірек, және мынау енді Құда қаласа ағылшын тілін қосайық деп жатыр курсқа.
сол курсты не қылсақ. ана жерде біз осы жылы біз Ақтаудан келдік балалар. Ақтаудың балалары өте ерекше. Мен қазір осы моментті пайдаланып Ақтаудан адамдар болатын болса, Ақтаудан көріп жататын болса, жалынды сәлем. Ақтаудың балалары өте ерекше екен. Біздің енді ол жақта табиғат жоқ, табиғатқа келіп, әрбір мынау табиғатты аялап, жердегі мусорларды жинап, қоқыстарды реттеп, ана табиғаттың действительно адам затқа өте маңызды екенін олар көздерімен көрініп тұр. Өте мейірімді, өте мықты балалар келіп, демалып кетті, робот құрастырып кетті, өзінің қызығушылықтарын ашып кетті, былайша айтқан кезде. Мысалы ретінде жаңа енді қайтадан франшизаға өтейік. Сатып алды сізде 1,5 миллион теңге болсын, 2 миллион 600 мыңға болсын, жаңа 2 миллион теңге дедіңіз ғой. Қанша уақытта табысқа шығып кетеді сразу? Бұл жақта енді бізде болды рекорд 3 айдың ішінде өзінің ақшасын қайтарып алды. Тоже видеосын жіберемін сізге. 3 айдың ішінде ақшасын қайтарып алды. Ары қарай өзінің табысы үшін жұмыс істеді. Өйткені мен ол жігіттер енді мықты жігіттер болды. Құрылыс саласында кәдімгі Астанада стройка істеп, шаршап, бейілі ауырып, шаршап кеттім мен. Маған осында бірдеңе керек, офистің жұмыс, таза жұмыс керек маған деді да. Мен ақшаны осы бизнеске арнап жинадым деді да. Келді, оқыды. 3 айдың ішінде қайтарды. Ары қарай табысы өзінде болды. Бұл жақта 6 ай, 1 жылдың ішінде де мысалы қайтаруға да болады, немесе мүлдем қайтармауға болады. Өйткені бәрі адамның өзіне байланысты. Мен осы франшизаны алдым, болды маған ақша келеді екен деп қарап отыру деген түсінік ол өте қате. Алды ма, инструкция бар ма, сол инструкция бойынша жұмыс істе, қағаз тарат, реклама жаса, жүгіріп біздің айтқанымызды істе, болды. Ол сен 100% табысқа шығасың. Істемейсің бе, табысқа шықпайсың. Құрметті достар, мына жерде ең үздік жаңа Абзал мырзаның шәкірттері скоро жаңағыдай Германияға барады екен жарысқа. Мынау робоспорт дедіңіздер ма? Иә, робоспорт. Робоспорт. Осы жайлы айтып кетсеңіз, есіміңіз кім болады? Есімім Бейбарыс. Бейбарыс. Жасыңыз нешеде? Жасым 16-да. 11-ші сынып оқушысымын, иә. Осы туралы айтып кетсеңіз. Осы жарыс туралы айта кететін болсам, бұл жарыс World Robot Олимпиад жарысы. Бұл жарыс әлемдік деңгейдегі жарыстар. Бұл жарысқа әлемдік додада 80-нен астам елдер қатыса алады. Және бұл жарыста әр елдің өзінің қалалық және республикалық жарыстар өтіледі. Сол жарыстарда жеңген оқушылар осы жылы Германия Дортмунд қаласына жолдама алады. Біздік вайп, ешкім түсінбейді, өтірік сөйлейді, сөздерінен секіріп қой дейді, тоқта, гони, жестко, твоя доска не для наш школ. Твои слова это H2O, өзінше бизнес XO, тірліктер сөзбен өтірік, их прет с одного, хули класс тастаңдар молодое, ля, өтірік кеңсті, терге ойық істе, керегіміз атыске, юпак это не... Ең үлкендердің арасында жүреді, ең старший категориясы. Бұл палата, больница, яғни бұл робот, зәке робот, қамқоршы робот деген мағынаны білдіреді. Не істейді бұл? Бұл палатадағы жатқан адамдарға қамқор жасайды. Мысалға, су керек болса, үстелдегі суды үстелдің үстіне қойып кетеді. Немесе іші пысқан болса, доппен ойнап, оны сеткісіне салып, пациентпен ойнайды. Және мынандай кір киімдер бар. Бұл кір киімдерді жинап, зона прачечный деген бар, кір киімді жуатын жер. Бұны түс-түспен сорттап кетеді. Робот өзінің түстерін сканировать етіп, өзі түсініп, қандай түс қай жерде тұрғанын солай салып кетеді. Және коридордағы адамдарға ол ешкімді соқып кетпеу керек. Мынау қызыл тәртіптен шығаруға болмайды. Яғни шығарса, ол минус очко болады. Әр істеген тапсырмаларына бал беріледі. Сол балдарды саналып, итог шығады. Мысалы ретінде сізден франшиза сатып алды. Пайда жағынан келетін болсақ, мысалы қанша процент сіздер аласыздар? Сатып алғаннан кейін. Бұл жерде бізде роялти деген тақырып бар, роялти деген тема бар. Бізде тоже бұл өте су тегін. Бастапқы 2 ай ештеңе алмаймыз. Біз сол бизнесқа дамуына көмектесеміз. Сұрап отырамыз, не отыр, оқушы көбейді ма? Постоянно связь. Любой уақытта бізге хабарласып, любой уақытта бізде группа бар, арнайы сонымен хабарласып білсе болады. Одан кейін барып, одан кейінгі 2 ай 50 мың теңгеден болады. Өйткені енді біз... Процент емес ол получается? Процент емес. Одан кейінгі ай, әр ай 50 мың теңгеден болады. Ол қанша ол
10 миллион оборот жасаса да, ол 1 миллион оборот жасаса да, иә, сонда 50 мың теңге стандарт болады. Ол 50 мың теңге деген 2 оқушының ақшасы былайша айтқан кезде. Одан кейінгі айлар 80 мың теңгеден кетеді. Өйткені ол біздің жарысқа қатысады, біз оларға методикалық көмектер береміз, біз оларға сұрақтарына жауап беріп отырамыз. Мысалы, роботтар құрастырылмай қалса, не үшін құрастырылмаған? Енді бұл жерде қанша ақша табамын деген сұраққа мен былай айтар едім. Адам өзіне байланысты, кәсіпкердің өзіне байланысты. Мысал ретінде 18 мың теңгеден бір баланы оқытасыздар. 20 бала оқытатын болсаңыз, уже 360 мың теңге. Мысал ретінде, грубо да, 40 бала оқытсаңыз, уже 720 мың теңге. Енді оны жаңағыдай. Мысалы, 40 баланы алайық, 720 мың теңге, оборот арендасы 100 мың теңге дейік, мысалы. Ол уже 620 мың теңге қалады. Рекламасына бір 100 мың теңге жұмсасын, 520 мың теңге қалады. И міндетті түрде мен талап етемін бізбен серіктес болатын адамдарға, егер ашатын болсаңыз, сіз өзіңіз мұғалім болып бастаңыз. Бірінші, өзіңіз мұғалім болыңыз, өзіңіз осы бүкіл системадан өтіңіз, одан кейін барып, қасыңызда көмекші алдайсыз да, сол көмекшіні қалдырасыз, и басқа сізге оңай болады. А бізде көбісі, мен ақша құям, мұғалім қойып қоям, болды қарап отыра беремін, өзіңіз ақша келеді деп ойлайды. Ол дұрыс емес. То есть өзі мұғалім болып бастау керек, өзі сол кухнядан өту керек. 500 мың теңге, мысалы, 40 оқушыдан кемі 500 мың теңге пайда. Жаңағыдай 100 бала оқытасыз ба, 200 бала оқытасыз да, ол өзіңізге, жаңа аппетитіңізге байланысты. Міне мына жерде суды өзіне жүктеп алады. Арғы-арта. Мынау бұл қандай тапсырма орындау керегін түсіндіреді. Егер жасыл болса, ол шарик жасау керек. Егер ақ болса, ол столдың үстіне су қояды. Ал мынау сары жаңағы айтып кеткендей кір киім. Ол кір киімді жинап жүреді. Шайқа тары бері басты, байқа барабан басты. Тербел, 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 эй, беркел, тербел, қимылдат белді. Don't tell me anything, жай ғана биле, 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 биле. Көзімде қап-қара очки, өзімде қап-қара негірімін почти. Бұл бізде Бейбарыс, бұл бізде Иманғали, біздің үздік оқушылар. Бұл оқушылар өте ерекше оқушылар деп айтсақ болады. Қарапайым мектептен шыққан, қарапайым қазақтың мектебінен шыққан. Қалалық Шымкент қаласындағы жарысты бірінші орын алды. ВРО-дан, одан кейін республикалық деңгейге барды. Республикалық деңгейде енді қанша уақыт жасадыңдар роботты, бір жасайсыңдар, қайттан құрастырасыңдар. Өте көп қиналған сәттер болды. Республикаға барып екінші орын алды. Бірақ оңайған жоқ, өйткені бірінші, екінші, үшінші орын алған командаларға мүмкіндік беріледі. УТС дейді, учебно-тренировочный сбор, яғни барлық жүлдегерлерді жинайды да қайттан жарыстырады. Мықтының мықтысын анықтау мақсатында. Міне дәл осы екі біздің роупарктың оқушылары мықтының мықтысы болды. Және де Германияда өтетін Дортмунд қаласында болатын әлемдік жарысқа 80 мемлекет қатысады. Мыңдаған қатысушы сол жарысқа біздің оқушылар жолдама алды. Және де біз Құдай қаласа болса қараша айының 14-22 аралығы Германияға барамыз. Және де біз осындай қарапайым оқушыларға өзімізге серіктестер іздейміз, демеушілер іздейміз. Егер бізге демеуші осы балалар жарық көріп демеуші болғыларыңыз келетін болса, біз есігіміз ашық. Жалпы жарысқа енді қатысушылар қалай өздеріңе? Бұндай жарысқа қатысу біз үшін керемет. Яғни біз сияқты оқушылар көп болады ол жақта. Және атмосфера өзгеше болады деп ойлаймын. Жаңағы Назарбаевский мектептің оқушылары деп жатырмыз. Назарбаевский мектептің ұйымдастырылатын жарысы былай жатқан кезде осы Қазақстанда сол Назарбаевский мектептер ұйымдастырады. Сол оқушылардан қалай озып шықтыңдар? Өзі қалай болды сол мәселе, Иманғали? Ол мен ойлаймын, біздің
көп сіңірген еңбегіміздің арқасы. Біз мысалы күніге келіп осы жерде дайындалып 6 сағаттан кейін сол себептен біз күнделікті 6 сағат, иә. Күнделікті 6 сағат бала мысалы енді сабақта оқиды, сабағын орындайды, одан кейін 6 сағат мысалы бос уақытын тиімді пайдалану деген міне дәлелі осы. Яғни телефон ойнап отырған балалардан қарағанда, бұл балаларда ертең әлемдік деңгейдегі мықты университетке грантқа түсуге мүмкіндігі бар. Енді кәдімгі олимпиада бар ғой, үлкен, сол олимпиадаға Қазақстанның атынан шығып жатқан жігіттер, бұл әлі сол жарыстың маңыздылығын мүмкін түсінбей тұр, бірақ сонда да жігіттер Германияға барамыз, айырамыз ба? Айырамыз. Роботымыз жеңе ма? Жеңеді. Республикада дәл осыны айтқанбыз, біз роботымыз жеңеді деп айттық. Біз сенеміз, біздің балалар өте мықты. Ал құрметті достар, егер де осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осы Абзал бауырымызға үлкен рахмет. Өзіңіз бір жастарға бір Мені ойлаймын да қазір, егер дәл осы моментке дейін осы видеоны қараған болсаңыз, ол, значит, сіз робототехникаға деген қызығушылығыңыз мықты деген сөз. Былайша айтқан кезде кәсіп оңай, бірақ қызығушылық міндетті түрде керек. Егер де осындай кәсіп ашам дейтін болсаңыз, хабарласыңыз. Сілтеме барлығы тұр, Инстаграм тұр, номер тұр. Егер де балаңызды осындай кружокқа берем дейтін болсаңыз, хабарласыңыз. Егер де лагерге барам дейтін болсаңыз, хабарласыңыз. Былайша айтқан кезде енді біз балалармен жұмыс істейміз, ал балалар біздің Қазақстанның ертеңіміздің болашағы. Осы жыл балалар жылы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы осы жайында анық айтып кетті. Сондықтан да енді барлықтарыңызға рахмет. Сізге рахмет, келіп біз түсіргендеріңізге. Енді бір көргеннен түсінбейтін шығарсыздар, может тағы да бір қайталап көрсеңіздер. Міндетті түрде түсінесіздер. Міндетті түрде түсінесіздер. Бұл балалардың болашағы, IT маман, мықты бізге инженерлер керек, бізге программистер керек. Ал олардың бәрі қайдан пайда болады? Олардың бәрі әрине мектептің табалдырығынан, мектептен пайда болатын дүние. Құрметті достар, осы видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Міндетті түрде подписать етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Егер де осы видео кімге жаңағыдай ұнаған болса, міндетті түрде WhatsApp рассылкалар жіберіңіздер. Сәттілік. Рахмет.